Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді балмұздақ жасайтын боламыз. Бұл балмұздақты бір рет жасап көрсеңіз, дәмі өте керемет болғандықтан дүкеннен сатып алғыңыз келмей. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге даярлаңыздар. Балмұздақ үшін бізге 3 дана жұмыртқа сарыуызы, 160 мл сүт, 20 грамм қант, 500 мл 33%-дан жоғары сливки қажет. Алдымен бір ыдысқа сүттің барлығын құйып, газға қоямыз. Газға қойып сүтті ысытамыз, бірақ қайнатпаймыз. Келесі кезекте қантқа 3 сарыуыздың барлығын қосып, оны венчикпен сәл ағырғанға дейін араластырамыз. Венчикпен қатты көп араластырудың қажеті жоқ, барлығы біркелкі массаға айналу керек және жұмыртқа кішкене ағару тиіс. Егер балмұздақтың өте қатты тәтті болғанын қаламасаңыз, қантты азырақ қоссаңыз болады. Шамамен 100 граммдай қосыңыз. Келесі кезекте ыстық сүтті аздап отырып сарыуызға құйып, үздіксіз венчикпен араластырамыз. Тағы да қайталап айтамын, бұл жерде сүтті қайнатпаймыз, жай ғана ысытамыз. Венчикпен үздіксіз араластырып отырамыз, қант толық еріп кетуі тиіс. Осылайша барлық сүтті аздап отырып құйып, жақсылап араластырып аламыз. Осы сұйықтығымызды ковшқа құйып, қайтадан газға қоямыз. Осы сұйықтығымызды лопаткамен үздіксіз араластырып отырып, баяу отта ұстаймыз. Бұл жерде де қайнатпаймыз, тек қана ысытамыз. Яғни осы сұйықтығымыз қоюлануы тиіс. Шамамен оның температурасы 80 градус болады. Тағы да қайталап айтамын, бұл сұйықтықты үздіксіз араластырып отырып, қайнатпаймыз. Егер қайнап кеткен жағдайда жұмыртқаның дәмі шығып кетеді. Сұйықтығымыздың қоюланып болғанын біз қолымызбен тексеріп көрсек болады. Ол үшін саусағымызбен лопаткаға жүргізген уақытта саусақтың ізі лопаткада қалып қояды. Және ол біршама уақытқа дейін кетпей тұрады. Сонда біз сұйықтығымызды газдан аламыз. Келесі кезекте осы сұйықтығымызды комната температурасына дейін суытып алуымыз қажет. Ол үшін көлемі үлкенірек ыдысқа суық су құйып, соған ыдысымызды салып, сұйықтықты үздіксіз араластырып отырып, комната температурасына дейін суытамыз. Комната температурасына дейін суығаннан кейін біз сливкиді араластыра бастаймыз. Сливкидің майлығы міндетті түрде 33%-дан жоғары болуы тиіс. Және сливки өте суық болуы тиіс. Оны жарты сағатқа араластыратын алдында морозильникке салып қойсаңыздар болады. Немесе холодильниктен шыққан сливкиді де қолдансаңыздар болады. Сливкиді алдымен баяу жылдамдықта араластырып бастаймыз. Содан соң миксердің жылдамдығын көбейтеміз. Осылайша ең жоғарғы жылдамдыққа дейін жеткіземіз. Сливкиді өте қатты араластырмаймыз, яғни до плотных пиков жеткізбейміз. Миксерді алған уақытымызда жұмсағырақ болып тұруы тиіс. Келесі кезекте осы сливкиді бір үлкенірек ыдысқа салып аламыз. Комната температурасына дейін суыған газда жасалған сұйықтығымызбен араластырып алатын боламыз. Оны міндетті түрде ситодан өткізіп отырып, осы сливкимізге құятын боламыз. Оның құрамында қандай да бір түйіршік пайда болған жағдайда, оның барлығы сито арқылы өтіп, ешқандай түйіршік қалмайды. Содан соң барлығын жақсылап лопаткамен біркелкі массаға айналғанға дейін араластырамыз. Әбден араласқан болашақ балмұздағымызды бір ыдысқа салып, оның бетін жақсылап жауып, морозильникке салып қоямыз. Балмұздақ біркелкі, яғни оның құрамында ешқандай мұз түйіршіктері болмасын десеңіз, 30-40 минут сайын оны морозильниктен шығарып, жақсылап араластырамыз. Осылайша 3-4 рет 30-40 минут сайын морозильниктен шығарып, араластырған жеткілікті. Содан соң әбден қатқанға дейін 3-4 сағат морозильникте ұстаймыз. Осымен біздің өте дәмді балмұздағымыз дайын. Балмұздақты морозильниктен шығарғаннан кейін шамамен 10 минут көлемінде комната температурасында ұстасаңыз, ол қасықпен алғанға өте ыңғайлы болады. Балмұздақты бір ыдысқа салып, оның бетіне малина немесе клубника салып, әртүрлі джемдермен немесе шоколадпен ұсынсаңыздар болады. Барлығы сіздің фантазияңызға байланысты. Сіздерге де міндетті түрде осы балмұздақты даярлап көруге кеңес беремін. Ал мен өз каналымда тек қана ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Әртүрлі тағамдардың, торттар мен десерттердің рецептін жіберіп алмас үшін міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.